Бір ай бұрын Shell Қазақстан компаниясы азаматтық бастамаларды қолдау орталығымен бірлесіп, еліміздің батыс өңірлеріндегі үкіметтік емес ұйымдар арасында Экобатс байқауының финалистерін іріктеуді аяқтады. Нәтижесінде байқаудың 15 жеңімпазы экологиялық бастамаларды жүзеге асыру бойынша әрқайсысы 4 миллион теңгеден грант алды. Бүгін біз Маңғыстау облысында жобаның қалай жүзеге асып жатқандығын бірге көрейік. Біздің басты миссиямыз жастар әлеуетін көтеру болатын. Ең алғашқы шарамыз біздің жастарды көгалдандыру жұмысына тарту. Оның ішінде жас жұбайлардан бастадық. 26 жас жұбайлар қатыстырылып, 50 тал ағаш отырғызылды. Содан кейінгі 4-ші шарамыз Айрақты, Шерқала тарихи маңызы бар объектілер біз Маңғыстау облысындағы. Сонда тазалық сенбілік жұмыстарын жүргізу. Содан кейінгі 6-ші шарамыз біздің эко-сабақ байқауы. Бұл облыстың мектеп және колледж оқушыларының арасында өткізілмек. Негізгі іс-шараларымыз ол жаңағы 50 эко-сабақ өту балалар арасында. Бұл жерде 1000-нан астам балаларды қамтимыз деп жаңағы жоспарлап отырмыз. Одан кейін 10 жаңа мектептерде контейнерлерді қоямыз. Сонымен қатар бізде тағы да 4 кішігірім видеороликтер жасауға қазір бастап дайындап жатырмыз. Енді қазіргі жағдайда біз эко сабақтарымызды өтуге дайынбыз. Барлық деген жаңағы көрнекі құралдарымызды мынандай балаларға арналған раскраска дейді, бояуыш жаңа кітапшалары дайындалып шығарылып қойды, 500 дана. Сонымен қатар буклеттер. Жобаның жалпы негізгі мақсаты Маңғыстау тұрғындарының арасында тұрақты даму бағдарламасын жүзеге асыру. Соның бағыттарының бірі экологиялық сауаттылықты арттыру. Осы экологиялық сауаттылықты арттыруға бағытталған 7 бейнероликті дайындауды жоспарлап қойғанбыз. Қазіргі таңда сол бейнероликтерді түсірумен айналысып жатырмыз. Және де екінші бұл жауапты тұтыну әр азаматтың парызы деген студенттер мен оқушылардың арналған видео сабақтар дайындалып жатыр. 4-ші біздің үлкен осы жоба аясында дайындап отырған жобамыздың бірі, шарамыздың бірі бұл жастар арасында медиа конкурс ұйымдастырып, халық арасында сол көпшілікке таратып, сол медиа конкурстың аясында үздіктерді анықтап, оларға арнайы сыйлықтар тағайындау. Экобатс байқауы Батыс Қазақстан облысы, Маңғыстау облысы және Атырау облысында қоршаған ортаны жақсартуға бағытталған. Shell Қазақстан компаниясының грантты қаражат бөлу мақсаты 2060 жылға қарай көміртекті бейтараптыққа қол жеткізу бойынша Қазақстанның стратегиясын, сондай-ақ Shell концернінің энергия прогресс үшін стратегиясын ілгерілетуге жұртшылықты тарту болып табылады. Оның негізгі міндеттерінің бірі табиғатқа қамқорлық жасау. Біз жеңімпаздардың алдағы жұмысына мониторинг жүргізіп, жобалардың іске асырылу барысы туралы хабардар ететін боламыз.